сеніммен сұрай беріп тар қақпадан кіру. Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге мұқтаждарыңды береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ол сендерге ашылады. Себебі сұрай берген әркім алады, іздей берген табады, қағып тұрғанға есік ашылады. Араларыңдағы қандай кісі нан сұраған баласына тас берер еді, не балық сұраса жылан берер еді. Сонымен, өздерің күнәкар бола тұра, балаларыңа жақсылық жасауды білсеңдер, көктегі әкелеріңнің өзінен сұрағандарға жақсылық жасайтыны ешбір шүбәсіз. Барлық істе де басқалар өздеріңе қалай істесін десеңдер, сендер де оларға солай істеңдер. Бұл Таурат пен пайғамбарлар жазбаларының тәліміне сай. Тар қақпадан кіріңдер. Тозаққа апаратын қақпа кең, жолда даңғыл. Онымен көп адамдар жүреді. Ал шынайы өмірге апаратын қақпа да жолда тар. Соны біразы ғана табады. Осы аяттар киелі кітаптан алынған. Киелі кітапты видеоның төменгі жағындағы сипаттау бөлімінен жүктеп алыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.